Кеш жарық, құрметтілерім менің. Қадиша, рахмет кіргеніңе. Бүгін Күлипа, алғыстарым шексіз. Мінекей сағат 19-да бүгін біздің қазақ тілінде суперджамп туралы презентация жүргіземіз. Бірінші өзімді таныстырып кетейін. Менің аты жөнім Салтанат Нұрғожаева. Интеллект тренермін, амбассадор осындағы клубтың әлемдік клубтардың суперджамптық клубының қалаушысы, соның егерімін. Өзім Алматы қаласында тұрамын. Бұрын адвокат, заңгер болып жұмыс істеген. Қазір енді осы жерде суперджампта үлкен әлемдік кәсіпкерлікпен айналысып жатырмын. Бұл жерде бүгін енді суперджамп туралы айтатын болсақ, бұрын әлемде болмаған, бұрын соңды болмаған, әлі ешкім көп ести қоймаған жаңа бағытта дайын бизнесті біз ұсынып отырмыз. Бұндай бизнес, бұндай кәсіпкерлік бұрын соңды болмаған. Қазіргі кездегі осы 21-ші ғасырдың ең басты ресурсы адамның көңіл күйі, қуаты, энергия дейді ғой, енді орысша айтқанда бәрі қазір. Мені жаңа адамдар шақырып едім. Алло. Да. Мен Дана, сен менің адамдарды шақырған едік, кіріп жатар енді. 21-ші ғасырдың ең басты қазіргі ресурсы, енді бәріміз оны білеміз, адамның көңіл күйі, күш қуаты, және оны бір сөзбен айтқанда орысша қазақша мағынасы бірдей, адамның энергиясы. Енді қазақ тіліне аударған кезде бұл адамның бойындағы күш қуаты туралы. Енді бұны осындай энергия туралы, күш қуат туралы, осындай дайын бизнес бар ма деп таңғалып отырған шығарсыздар. Иә, дайын бизнес бар қазір, дайын кәсіпкерлік бар. Енді солармен сіздермен таныстырып, қазір сол туралы сіздерге көбірек, кеңірек ақпарат берем. Мен сондай кеңірек, көбірек ақпарат беруге толық құқым бар. Өйткені осы суперджамптың сол өнімдерін өзім пайдаланушымын. Сол суперджамптың өнімдерінің өнімімін деп айтсам болады. Өйткені осы енді өзімнің 30 жылдық адвокаттық жұмысымды тастап, осы жерге келіп, осыны таратам деген ниеттің өзі көп нәрсені айтып тұрған шығар деп ойлаймын. Көп нәрсені айтып отыр. Сондықтан да бұл туралы мен айтуға, жүрекпен айтуға құқығым бар, толық правам бар деген сөз. Бұл кімдерге керек? Мен мына жерде енді бізде жазып қойған кімдерге керек деп. Мен айтар едім, бүткіл ойлана алатын, түсінігі зор, санасы бар, барлық адамдарға керек. Жасына қарамай, жағдайына қарамай, ұлтына қарамай, ол өзінің қандай қазір қызмет атқарып жатқанына қарамай, не істеп жүрсе де, енді осы өсемін, дамимын, өзімді жаңа мүмкіндігін сезетін адамдардың барлығына керек деп айтамын. Енді мына жерде өзіміздің дайын слайдтарымызда не жазылып тұр? Өз табысын арттырғысы келеді. Енді өздеріңіз айтыңыздаршы, қазіргі кезде табыс, ақша маңызды ғой бәрімізге. Көп адамдардың энергиясы жоқ болып кетіп жатыр. Не себептен? Сол ақша жоқтықтан емес па? Егер менің айтқаныма қосылсаңыздар, жүректеріңізді басып қойыңыздаршы, жүректі, дұрыс айтасыз деп. Өйткені енді біз сондай материалдық өмірде сүріп жатырмыз ғой, өзімізді өзіміз алдамайық. Кім табысқа, үлкен табысқа қол жеткісі келеді, соларға арналған. Және кім жаңа іс іздеп жүр, ойбай, немен айналысам екен, не бар екен осы жерде деген, сондай айтады ғой, қай жерде мен өзімнің потенциалымды, өзім мүмкіндігімді шығарып, үлкен табыс тауып, бүткіл өзім емес, әулетімді риза қылатындай, халқымды риза қылатындай іс іздеп жүрген адамдар болса, солар үшін керек та. Солар үшін керек. Ондайлар бар, патриоттар. Егер оларды шақырыңыздар, олар біздің звоногымызды күтіп отыр, біздің хабарламамызды күтіп отыр. Хабарласып, тек қана презентацияға келіңізші деп қана шақырыңыздаршы.
келіп тыңдаңыздаршы деп шақырыңыздар, еш нәрсе айтпай ақ қойыңыздар, сіздер үшін біз жұмыс істейміз. Орысша, қазақша қазір презентация жүріп жатыр, тек алып келіңіздер. Кім бәсекелестіктен шаршады? Біздің адамдардың барлығы қазір қараптан қарап отырған жоқ. Бәрі бір нәрсе істеп жүгіріп жүр. Көп жағдайда енді конкуренция дейді ғой. Соларға бірінен бірі асып түсу үшін түнде ұйқысын бұзып, түнде ұйқысынан кетіп, күндіз күлкісінен кетіп жүрген адамдар бар ғой, шаршап жүрген бар ғой, сондайлар, қатты шаршап жүрген. Ол да көзіміз жетіп жатыр. Солар үшін, соларға арналған. Кім созылмалы күйзелісті сезіп жүр, шаршап жүрген. Әбден уже енді күндіз түні 24 сағат жұмыс істеп, өзінің қалаған ақшасын таба алмай, күйзеліске түсіп кеткен, немесе бір жаңағы бір уайымға түсіп кеткен, болмайтын дүниеге бір өзін өзі шаршатып жүрген адамдар болса, соларға арналған осы. Кімге қолдау керек? Мен өз жұмысымды, өз ісімді бастасам қалай болады? Жалғыз жүрсем қалай болады? Менің қолдайтын адамым жоқ, қорғайтын адамым жоқ, ортам жоқ, қолынан келе ма келмей ма деп қорқып жалғыз жаңағы бизнес бастай алмай жүргендер де бар шығар. Соларға да арналған. Кімге тағы да көп энергия қажет, күш қуат керек. Өзінің бойындағы күш қуатын қалай шығарғанын біле алмай, жаңағы көп коучтарға барып, психологтарға барып, сөйтіп жүрген жандар болса, солар үшін керек. Және кім өзін табуды, өзінің кім екенін білуді білгісі келетін адамдар болса, солар үшін де осы кездесу сіздерге арналған. Енді бұның ауқымы өте кең, кездесудің ауқымы өте кең. Оны мен айттым ғой, бастап кездегі ойлана алатын, өмірін жоғары деңгейге қарай көтергісі келетін, дені сау болып, қуанышта, бақытта жүргісі келетін кез келген адам, жасына, жағдайына қарамай бәріне керек деп айтамын. Соңына дейін қалсаңыз, сіздердің төзімділіктеріңіз үшін, қызығушылық көрсеткендеріңіз үшін керемет пайдалы, ойға салатын, сіздерге көп түсінік беретін сыйлығымыз бар. Оны соңында айтамыз. Сізді шақырған адамнан сұрасаңыз, сол сыйлықты алатын боласыз. Енді ары қарай қазақ тілінде біздің бастағанымызға осы аз ғана болды. Орыс тілінде күніне 2 рет жүріп жатыр. Енді мен өзім қазақ тілінде курс жүргізетіндіктен осы жерде өзіміздің серіктестерімізді шақырып жатырмыз. Қадишаны да, бізде мына жерде кеше жүргізген Ақшолпан деген бізде жаңадан келіп жатқан интеллект-тренерлер қатты керемет түсініп, қазір осы жерге қосылып отыр. Ол кісілер де келіп осыны ары қарай презентация жүргізетін болады. Ол кісілерді тыңдайсыздар. Бұл дайын кілт бизнесі ғой. Құдайдың бере салған, аузыңа салып, чайнап берген бизнес. Жұтта ары қарай табысыңды тауып, көңіліңді көтеріп, бақытты болып жүре бер деген бизнес қой. Шынымен де солай. Мен өз басымнан өткізіп келе жатырмын. Мен құрметтілерім, мен 2016 жылдан бастап осы жердемін. Жоқ, бизнеспен айналыстым деп айтпаймын. Мен потребитель болдым. Осы жердегі жаңағы өнімдер үшін, ортау үшін, жаттықтыру үшін осы жерде мен өзім жүріп, өзімді өзім көптеген өмірімнің қисық жақтарын түзетіп алдым деп айтайыншы. Бәрін айта бермейін, бізге 30 минутта бітіру керек. Сондықтан қисық жақтарын бәрін түзу жолға қойып алдым. Соған көмектесті өнімдердің бәрі. Бұл жерде кеңсе жоқ, онлайн бізде бәрі. Қоймалар жоқ, бәсекелестер жоқ, көп адам білмейді әлі. Тәуекел іздеген тәуекелдер жоқ, шекара, ешқандай граница жоқ қой. Бүткіл әлемді қамтып бизнес жасайын десең, пожалуйста. Басшылар жоқ, ешқандай начальник жоқ, өзіңе өзің қожайын. Кілтін береді осы бизнестің, тек қана өзіңнің қимылыңа, өзіңнің ниетіңе ғана байланысты. И чектеулер жоқ ешқандай. Чектеуді өзің қоймасаң, ешқандай чектеу жоқ бұл жерде. Бұл жерде не бар? Ең үлкен жоғарғы табыс бар. Мен өзім алғашқы табыс алған кезде $60,000 бір 4-5 айда алған кезде таң қалғам. Мен адвокат болып жылына $60,000 тапқан жоқпын. Мына жерде осындай ойнап, күліп жүріп, өзім ол кезде түсінбеймін ғой, бизнеспен айналыспағам, сондай табысқа жеттім. Бұл жерде табыс та бар.
миллионер уже миллионерде бар жоғы айналасы 3-4 жыл бұрын 3-4 жылдың ішінде 2,5 миллион алған бізде интеллект тренер бар. Ол барлық 100% осы жерде отырып жұмыс істеген адам. 220 мың доллар алған бізде бір жылына кім Расул деген 180 мың, ол кісілер Вера деген 180 мың доллар. Ол кісілер орыс тілінде беріп жатыр. Мен өзім бір жылда емес, бір 4-5 айда 60 мың доллар алғам. Сол кезде шындап жақсылап тұрып істеген кезде. Онлайн болады бұл жерде. Енді қолдау бұл жерде 24/7 бізді еркелетеді ғой. Бізді сүйрейді ғой желкемізден алып тұрып, тұршы, көзіңді ашшы, істеші, бай болшы дейді. Бай болшы, бақытты болшы деп бізге жалынады ғой, турашы. Қолдау көрсетіп, неше керемет өмір естімеген білімдерді беріп жатыр. Осының қалаушысы Владимир Викторович Добин, долларлық мультмиллионер. Одан басқа тәлімгерлеріміз бар. Соларда бізді сүйрелеп, бақыт, сенде мүмкіндік бар, сенде потенциал бар деп қолдау көрсетіп отыр. Әлем бойынша, бұл әлем бойынша бизнес. Бізде қазір деген өздері тіл білмейді, жаңағы Роберт айтады, менде енді осы менің структурамда өзіміздің Қазақстан бар, Қырғызстан бар. Енді басқа ондай мемлекетке шыққан жоқпыз. Бұл жерде шынайылықты айту керек та. Жаңағы Роберт 80 мемлекет бар екен. Моңғолиядан да бар, Америкадан да бар, Франциядан да бар. Өзі тіл білмейді, бірақ солай таратылып кеткен. 80 мемлекет бар екен. Сондықтан сіз өзіңіздің потенциалыңызға қарай бүткіл Қытайды да алам десеңіз, Моңғолияны да алам десеңіз, қазақтар барлық жақта бар ғой. Қазақ тілінде жүргіземіз десе, просто жөнін білу керек та. Сөйтіп әлем бойынша бизнес жасай аласыздар. Онлайн үйде отырып, рахаттанып, шайыңды ішіп отырып. Қоғамға пайдасы енді зор болғанда мен 100 000% сіздерге кепілдік беремін. Пайдасы деген зор. Менің өзіме пайдасы қаншама тиді. Басым дейм, осы суперджампқа басым дейм. Өмір бойы осы суперджамппен болам деп шештім. Содан ақ түсініп тұрған шығарсыздар. Мен 56 жасында келдім, неке. Осы биыл тура 10 жыл болады. 4 апрель айы мен үшін екінші рет туған сияқты болдым ғой. Екінші рет туылған сияқты, өмірді жаңа бастаған сияқты 56 жасымда. Бұл жерде еш уақытта еш нәрсе кеш емес. Өте адал, заңды бизнес. Оған мен өзім адвокат ретінде көзімді жеткіздім. Сондықтан оған күмәнданатын, күдіктенетін түк жоқ. Бір керемет бизнес қой, енді Құдай бере салған бизнес енді. Түсінген адамға бұл бар ғой, енді шектеу жоқ. Кәсіпкерлік ойлау деген екі түр болады екен. Классикалық және новаторлық. Мен де оны да осы білімді осы жерден алып келе жатырмын. Классикалық деген яғни бәсекелесу көп, жаңағы постоянно жаңағы не ғой, бір-бірімен таласып, бір-бірімен нетіп жүрген ресторан көп бізде, иә, тамақ жасайтын жерлер көп, жаңағы солар енді психологтар көп, қазір бәсекелестік көп ол жерде. Бәсекелестік көп. Олардан жарып шығу үшін оған өте күш салу керек. Ол белгілі, анық, адамдарға таныс бизнестерді классикалық бизнестер дейді екен. Новаторлық деген кәсіпкерлік ойлау, ол дейді бұрын соңды болмаған, жаңадан жаңағы индустрия, жаңадан бір адамдарға пайдасы тиетін жаңа кәсіпкерлік екен. Мына жерде сіздерге новаторлық. Қазір осы жерге келетін болсаңыздар, жаңа кәсіпкерлікпен айналысатын болсаңыздар, бірінші өзіңізді дамытасыз, өзіңіздің энергияңызды дамытасыз, өзіңіздің күшіңізді, қуатыңызды көтересін. И сонымен қатар басқалардың да күш қуатына көтеруге көмектесесіз. Дайын бизнес қой, бәрін бізге дайындап, қолымызға салып, аузымызға салып, чайнап салып қойды. Тек қана оны ары қарай ең біріншілер болып, ары қарай таратуымыз керек. Қазір оның себебін ары қарай қазір түсініп біліп жатасыздар. Одан мінекей жаңа енді новаторлық бизнес деген бұрын соңды болмаған, жаңадан жаңағы әлемге жаңа келіп жатқан, көп адамға пайдасы тиетін бизнесті ойлап тапқан кәсіпкерлерді новаторлық ойды кәсіпкерлер деп аталады екен. Ол деген сөз жаңа шахматтың ережесі, жаңа шахматты ойлап табу деген екен.
бұрын соңды білмейтін адамдар көрмеген естімеген дүниені жасау. Түсінікті айттым деп ойлаймын. Енді қазір оны анығырақ түсінірек болу үшін мынандай ұлы адамдардың өмір жолдарымен сіздерге таныстыра кетейін. Ішіп алайын. Генри Форд деген автокөлік индустриясының ең алдыңғы новаторлық осындай индустрия, осындай бизнеспен айналысқан. Ол новатор болған. Ол не істеді? Ол автокөлікті ойлап тапқан жоқ. Оға дейін де автокөліктер болды, бірақ қол жетімді болған жоқ. Оны жай адамдар, орташа өмір сүрген адамдардың қол жетпеді. Ал Генри Форд алды да сол орташа өмір сүріп жатқан көпшілік алатындай автокөлік индустриясын жасады. Яғни адамдар оға дейін көп адамдар енді қымбат көлікті ала алмайтындықтан, автокөлікті ала алмағандықтан атпен жүрген екен. Сол көп атпен жүрген адамды бұл автокөлікке отырғызып, новаторлық жасап, сондай үлкен адамдарға пайдасын тигізген адам. Қазіргі кезде бұл енді классикалық жаңа бизнеске айналып кетті. Өйткені автокөліктің неше түрі шығып жатыр, одан да арзандары шығып жатыр. Оны білесіздер. Рынок қазір мына жақта, мен цифрын көрмей тұр, мына жердегі цифрын. 200 мың ғой деме, 200 миллиард доллардан айналым жасап, қазір ақша тауып жатыр осы автокөлік. Астын кішірейте салдым. Салтанат ханым, астын кішірейтсеңіз. Кішірейтем ба? Міне. 200 мың 200 миллиард, 200 миллиард ақша қазір айналымда жүр. Енді сіздер қазір осы автокөлік индустриясына барып, сіздер ол жерде үлкен жетістікке жете алмайсыздар. Конкуренция деген жетіп жатыр. Ол жерде қасқырлары бар өздерінің. Осындай мен айтам. Ол жерге бесполезно, ол жерде сен ештеңе істей алмайсың. Одан кейінгі Стив Джобс та дербес компьютер мен смартфонда ең алғаш новатор болып, сол ойлап тапқан. Оған ешкім сенбеген. Ол кезде деген дәу үлкен ана, мен өзімде болдым, біз Тресте жұмыс істеген кезде бір мынандай комнатта алып тұратын дәу компьютер болатыншы. Ол алады айтады, әркімнің қолында, әркімнің үйінде компьютері болады, смартфоны қолында жүреді. Сенген жоқ оған ешкім. Мүмкін емес деген, керегі не деген, күлкі жасаған. Ол қаншама соны түсіндіріп айту үшін, жеткізу үшін бар күшін, бар өмірін бәрін сарқып берді ғой. Қазіргі кезде әрқайсымыз, мінекей сіздерге міне сондай MacBook осымен сіздермен хабарласып отырмыз. Әрқайсымыздың қолымызда сол iPhone жүр міне жерде. Қазір бұл да классикалық бизнеске айналып кетті. Бір кезде новаторлық болып, алдыңғы қатарлы осы Стив Джобс та өзі долларлық мультимиллиардер болды. Және 300 адамды, ең алғаш келген 300 адамды долларлық мультимиллионер жасаған. Сондықтан алғашқылардың барлығы бәрін оларға алтынды да алады, ақшаны да алады. Оны енді дәлелденген. Одан кейін Джо Вейдер деген фитнес индустриясы, соны ойлап, бұл осы индустрияны алып келген кезде ешкім сенбеген. Бұрын спортпен айналысқан адамдар ғана арнайы барып жаңа тренировка жасаған, ал жай халықтарға не керек деп ойлайтын. Ол спорт зал дегенді түсінбеген. Кредит алуға барған кезде ол немене, сол бірдеңкені көтеру үшін мошенник, оңбаған деп неше түрлі сөздерді Стив Джобс те естіген, Джо Вейдер де естіген, Генри Форд те естіген ғой. Ешкім сенбеген. Ол мүмкін емес. Сол жаққа керек па, сол бір нәрсені көтеріп денені шынықтыру. А қазір фитнесті барлық жерде, барлық қалада бар. Қазіргі кезде оларда миллиардтап, 100 миллиардтап ақша алып келіп жатыр. Бұл мына адамдар осында Генри Форд, Стив Джобс, Джо Вейдер, олар новатор болып, алғашқы ойлап тапқан, адамдарға керекті дүниені берген. Алғашқы осы бастағандардың барлығы бай, қуатты болып, аттарын историяға қазір тарихқа жазып кетті. Аттарын жазып кетті. Енді бір түсіну үшін не берейін деп жатсыңдар, не айтайын деп жатырсыңдар деген ой туатын болса, құрметтілерім, қазіргі KFC-ді сіздер барлықтарыңыз білесіздер. KFC деген соның қалаушысы капитан Сандерс, міне күліп тұрған адам. Бұл кісі осы бизнесті новаторлықпен қанша жасында ашты? 65 жасында ашты.
Біреулер айтып отырған шығар, 40-тан асқаннан кейін, 50-ден асқаннан кейін, ойбай, қайдағы бізге бизнес, әйтеуір бір дайын біреуге жұмыс істесек болды деп жүреді ғой. Жоқ, еш уақытта еш нәрсе кеш емес екендігін осы біздің капитан Сандерс дәлелдеп отыр. Сол кезде, чтобы ол да 92 доллар ғана пенсиясы болған, енді кедейліктен бәрі шыққысы келеді ғой. Сол кезде ол өзіне сұрақ қойған: адамдар маған ақша төлеу үшін мен оларға не ұсына алам деп. Сол кездегі бір кездегі өзінің рецепт, жаңа тауықтың рецебі тез дайындалатын, соны есіне түсіреді. А қазіргі кезде кәсіби мамандар да сондай сұрақ қояды өзіне. Адамдардың сұрақ қойған кезде олар былай істейді. Адамдардың мәселесі деген проблемасы. Қандай проблемасы бар, қандай шешілмей жатқан мәселесі бар, соны тап, оны шеш, сол үшін ақша ал. Рас сол ғой, енді пайдаң тисе, біреуге пайдаң тисе, сонда ғана сен ақшаға да, алғысқа да бөленесің. Сондықтан қазір біздің осы Суперджамп қандай мәселені шешетіндігін сіздер еститін боласыздар. Міне, ең маңыздысы мынау ғой, мінекей. Біздің бағымыз жанды дейді. Расымен де біздің бағымыз жанды. Біз жер шарында енді көп адамның, миллион емес, мына жерде жазылыпты, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша 1 миллиард адам созылмалы шаршауда жүр. Ашу, ызада, реніште жүр. Не істеп не қойғанын білмей жүр. Өмірден безіп кетіп жүрген адамдар, ауырып жүрген адамдар қаншама. Соның официальный зерттеп шыққанда миллиардтан асып кеткен енді. Міне солар сол мәселені шешетін, біз соған жаңа шешімін таптық. Қазір оның бәрі дайын тұр уже. Қазір оны тексердік. Бірінші өзімізге тексердік. Міне алдарыңызда отырған мен соның жаңағы сол өнімдерді тексеріп, оның пайдасы бар екеніне көзін жеткізген өз өнімінің өнімі мен отырмын мына жерде. Жасым қазір 65-те. Мен басымды иіп отырмын деп айтырмын ғой, өзімнің заңгерлігімді тастап келіп отырмын. Өйткені сол жаттығулар менің есімді жиғызып, өзімді таныстырып, ішімдегі күш қуатымды қалай шығару керек екендігін үйреткен. Соған маған инструмент берген. Тексерілді. Мен ғана тексерілген жоқпын. Мыңдаған, осы жерде 10 мыңдаған адам тексерілді. Қазір уже дайын болғаннан кейін, қазір біз сіздерге презентация жүргізіп отырмыз. Біз интеллект тренерлер осында отырған. Осы салада қалай зарядтау керек, адамға қуатты қалай беру керек, соның біз сарапшыларымыз, шеберлеріміз, академиктеріміз. Мен өзімді айта аламын, академик депмін. Өйткені мен жүректен жүрекке сол жаттығулар жеткізіп беремін. Өйткені өзім жасаймын ғой, өзім пайдасын көрдім ғой. Сондықтан менің алдыма келген адам, сол курста алған адам, біреу мынауыңыз ұнаған жоқ, мынау маған жаққан жоқ деп айтқан жоқ. Бәрі алғысын айтады ғой. Бәрі ұнады, бәрі керемет, бәрі оймен ойланып кетеді. Сондықтан да бұның енді теңдесі жоқ, құрметтілерім. Түсінуге тырысыңыздар. Түсінбей жатсаңыздар, ол да дұрыс, бірден бір нәрсе. Енді жаңадан естіп жатсыздар ғой, мынандай да болады екен ау деп, оны деген ары қарай тағы да өздеріңіз шақырған адамдармен сұрастырып, маған да хабарласып сұрауларыңызға болады. Бұл бизнес бүткіл әлемді қамтиды. Бұл серіктестік бағдарламасы бар. Мысалы, мен мінекей, серіктестік бағдарлама дегенді мен де кезінде түсінген жоқпын. Өйткені мен деген бизнеспен айналысқан жоқпын, кәсіпкерлікпен айналысқан жоқпын. Серіктестік бағдарлама деген не ол? Серіктестік деген бағдарлама, мен келдім, жаңа жаттығуларды жасадым, мен денсаулығымды түзедім, қарым-қатынасымды түзедім, қаржы жағын ретке келтіріп алдым. Барлық өзім бойымдағы көптеген мәселенің шешімін тауып алдым ғой. Енді мен қалай үндемей отырам, мен соны ары қарай таратпай. Мен таратам. Мен өзім пайдасын көріп атырмын, энергия алып атырмын. Мен күнде ғажайыптар болып жатыр ғой, менің өмірімде бар ғой. Таң қалам. Сол ғажайыптар менің 56 жасыма дейін неге жылап жүрдім, шағымданып жүрдім? Ол қайда болды десем, өзім екен оның барлығын істеп жүрген. Мына жерде менің миымды басқа жаққа бұрып, қазір күнде ғажайып болады. Әр күнім менің бақытты болады. Соған серіктестік бағдарлама жасап қойған, соны таратқаным үшін мен еще ақша алып жатырмын. Алғыспен қоса ақша алып жатырмын. Соны бүткіл әлемді қамтып отыр ғой қазір. Әлемді қанша елді қамтып отырғанын
қазір сіздер оны айтамыз, қазір оны айтамыз. Мен енді көп айтқым келіп кетеді да, көп сөйлеп кетуім мүмкін. Көп сөйлеуге болмайды мына жерде. Қысқа нұсқа беру керек бізге. Сондай ұсыныс жарты сағатта адамды шаршатпай, жарты сағатта беріңдер деп айтты. Қазір деген бұл енді жаңадан тай басып келе жатқан дүние емес, тексеріліп, уже пісіп тұрған, дайын тұрған бизнес. Оның енді адамға пайдасын бәрін біз уже тексеріп келгенбіз. Қазір 78 мемлекетте, әлемде интеллект тренерларымыз қызмет жасап, олар табыс тауып жатыр. Оның ішінде Қазақстан да бар. Мінекей біз Қазақстанда өте көп біздің мына жерде. Енді мына жерде қазір соны таратушылар, енді бұл жерде деген 100.000 бірдеңке келіп оқығандар бар. Бірақ осыны белсенді түрде таратып жатқан 4.000 интеллект тренер бар. Енді өздеріңіз ойлаңыздаршы, біздің нарқымыз, нарық деген рынок қой, нарқымыз жаңа 1 миллиардтан асып тұр. Адамдарды энергияларын көтеру үшін, өздерін таныстырып, энергияны қалай көтеру керек, көңіл күйді қалай көтеру керек екенін үйрету үшін 4.000 адам, 4.000 адам ол жетпейді, аз. 4.000 адам жетпейді. Сіздердің алдарыңызға шығып отырмыз, құрметтілерім менің. Микрофондарыңызды өшіріп отырыңыздар, басқаларға дұрысырақ берілсін. Бізде ай сайын 20.000 адам келіп, сол біздің өнімдерімізді көріп, соны байқап, өздері енді келген адамдардың барлығы ешқайсысы біз әсер алмадық, ешқандай пайда көрмеді деп айтқан емес, айтпайды да. Өйткені бірінші жаттығудан кейін-ақ адам уже түсінік келеді. Миы дұрыс істеп тұрған адам, санасы дұрыс істеп тұрған, өсем, дами, бақытты, бай, қуатты болам деген адам бірден түсінеді. И бірден олар жаңағы несі әсер алады. Оны мен өзім неден курстан көріп жүрмін. Бұл біздің бизнесіміз 26 әлем бойынша 26 тілге аударылған. Біздің өзіміздің сайтымыз бар, платформамыз бар, жеке кабинеттеріңіз бар. Ол жерде миды жаттықтыратын керемет ақпараттар бар. Оны келген кезде дәмін татып көріңіздер деп айтамыз қазір. Бұл зияткерлік меншік болып, барлық супер джамп, интеллект тренер деген профессия, 8 жаттығуымыз және супер джамп әдістемелерінің барлығы меншік болып тұрады. Зияткерлік меншік, ол барлық жерде тіркелген, патенттері бар, заңды түрде бәрі тіркелген. Ол жағынан, заңдылық жағынан, тазалық жағынан, шынайылық жағынан мен 100 емес 1000% сіздерге кепілдік бере аламын. 26 мемлекет біздің, мен жаңа нелерді жіберіп қойған жоқ, өнімдерімді жіберіп қойдым ғой. Мінекей қандай өнімдер бар бізде. Өнімдеріміз мінекей, біздің ең басты өніміміз курс, клуб, суперджамп клубы. Суперджамп клубына жеткенге дейін біз өзіміздің жаңағы жаттығуларымызда адамның көңіл күйін көтеретін, өзінің ойын түзететін, бойын түзететін, сөзін түзететін, өзінің мүмкіндігін, потенциалын шығаратын 8 жаттығумен таныстырамыз біз оны. Оны 9 күндік бізде онлайн Zoom арқылы жүреді курс. Сол кезде көресіздер. Онан кейін нағыз өсу, даму клубта болады. Клубта енді керемет, біз өзіміз тексеріп көріп жатырмыз, өзіміз таңғалып жатырмыз. Әлі де біздің жаңағы нелерімізді, өзіміздің мүмкіндіктеріміздің зор екеніне көзіміз жетіп жатыр. Мынаны айттым. Енді құрметтілерім, адамдарға қазіргі кезде күш, қуат, энергия деген бар ғой. Бұл енді жаңағы шөл далада шөлден қатты шөлдеген адам су іздейді ғой, су сияқты. Тура су сатумен бірде ғой. Шөлдеген адам енді су алған кезде ой бір рахаттанады ғой. Тура сондай ауадай қажет болып тұр қазір. Көп адамдарға, мыңдаған, жаңа айттық қой, миллиардтаған адамдарға ауадай қажет та. Су сияқты, ауа сияқты қажет болады. Бүгін таңда біреуді жоғары бәсекеге қабілетті орындарда жатыр. Ең ақылды адам көп адамдар жаңағы бәсекелеге түсіп, бизнестері жүрмей, енді бәсекелеге қарсы тұру үшін енді қаншама күш, қуат керек, қаншама жаңа энергия керек. Содан шаршаған адамдар
ең ақылды адамдарға шынымен де қажет нәрседен табыс табады дейді. Осы энергия арқылы біз табыс таба аламыз. Адамдарға энергия нарығы бұл әлі бәсекелес бос нарық. Адамдарға энергия нарығы деген жоқ. Қазір ғана біз сіздерге соны көрсетіп отырмыз. Бұл жерде бос нарық қазір. 4-ақ мың интеллект тренер қазір оны таратып жүр. Ал нарықта миллиард адам бар. Сондықтан бұл ауадай қажет. Ауадай қажет, құрметтілерім. Сіз сұрайсыз, егер бұл жерде бәрі күшті болса, мықты болса, неге сіз оны бізге беріп жатырсыз, айтып жатырсыз деп. Тағы да қайталап айтамын. Себебі бізге серіктестер керек. Бізге соны тарататын адам керек. Біз оларға бірден алып тарат демейміз. Дәмін татып көрші өзің. Мына жаттығулар жасашы. Айтып отырмын ғой, бір жаттығудан кейін-ақ түсінесіздер сіздер. И бізге тарататын үлкен бизнестен қорықпайтын, амбициясы бар, миллиард ақша тапқысы келетін, үлкен деңгейге көтерілгісі келетін адамдарды шын ниетпен іздеп жатырмыз. Сондай адамдар қажет. Сондықтан да біз сіздерге шығып, осы презентацияны беріп жатырмыз. Енді біздің сіздердің келдік мінеге. Әлемдік Суперджам әлемдік клубы қозғалысының амбассадор болуға шақырамыз. Мен өзім амбассадормын. Клубтардың жаңағы менде қазір 3 клубым бар. Енді керемет, енді клубтағы өсу, даму, өздері біздің бұрыннан келе жатқан интеллект тренерлерімізді таңғалып жатыр. Неге осы клуб деген барлық адамға ауадай қажет деп. Үлкен жоғарғы табысты бизнес құрғыңыз келсе, әлем бойынша ол теңгөбі миллионер емес, теңгөбі миллиардер емес, қорықпай долларлық миллионер бола алам, долларлық миллиардер бола алам деген сондай амбициясы бар адамдар, өзіне сенімі бар адамдар осы жерге келетін болса, осы бизнесті жүргізетін болса, сондай дәрежеге жетеді. Құрметтілерім, сенімді, өзіңіздің потенциалыңыздың зор екендігін, сіз өзіңіз бақыттың генератор екендігіңізді, сол генераторыңызды қалай зарядтау керек екендігін сіз өзіңіз осы жерде үйренесіз. Өте жеңіл берінеді. Өте қарапайым беріледі, өте қарапайым жасалады, содан кейін-ақ жанасыз өзіңіз. Сондықтан да келіңіздер, көріңіздер, дәмін татыңыздар. Бұл енді теңдесі жоқ, әлемде бірінші жаңа пайда болып отыр. Сондықтан да сіздерді шақырамыз осы жерге келіп, соны көрулеріңізді сұраймыз. Бәрін айттық қой дейме, бәрін айттық. Егер сіздерде сұрақтарыңыз болса, айтып отырмызға, өздеріңіз шақырған, ой, біздің подаркымыз қайда? Подаркымыз, сіздерге подаркымыз бар. Міне тұрған ғой. Подаркымыз мінеке. Сіздерге осы төзімділік көрсеткендеріңіз үшін, тыңдағандарыңыз үшін бізде кітап бар арнайы, қазақшасы да бар, орысшасы да бар. Энергия қазір ақшамен жаңа уақыттан да қымбат деген кітап бар. Сол жерде қысқа нұсқа, өзі өте көп емес, бір 60 бет қана көп деген ақпараттар аласыздар. Суперджамптың қаншалықты өзіңізге де керек екендігін, өзгеге де керек екендігіңіз. Бір сөзбен айтқанда, сіздің бақыт генераторы деп айттық қой. Сол бақытты күйді жаттықтырып, күнделікті сол генераторды қалай зарядтап алып, күліп, ойнап, қуанышта жүріп, өзіңізге үлкен табысқа, үлкен жетістікке жетуге болатындығына көзіңіз жетеді. Өкінбейсіздер, келіңіздер, көріңіздер. Сізді шақырған адамдарға хабарласыңыздар. Біз сіздерді күтеміз. Рахмет, қоштаспаймыз. Сау болыңыздар. Рахмет.